Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге керемет блинный рулет жасап көрсетемін. Өте дәмді. Жасап көрсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен алдын ала блинчикті пісіріп алдым. Блинчик пісіру үшін қажетті заттар описание бөлімінде жазулы тұр. Бізге 8-9 дана блинчик қажет болады. Алдымен крем дайындаймыз. Бізге сливки, сгущенка, сахарная пудра және креметті дайын болу керек. Ортасына қосуға алдын ала бананды кесіп дайындап қойдым. Енді қажетті сливкиді өлшеп ыдысымызға құямыз. Оның үстіне сахарная пудра саламыз. Ақ сгущенкамызды саламыз. Және креметтіні қосамыз. Миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Мінекей, креміміз дайын болды. Енді алдын ала кондитерлік қалтаға кремді салып, холодильникке қоямыз. Салқын жерге. Менде осындай нан салатын қалып, сіздерде егер кекіс жасайтын форма болса, соған да орналастырып жасасаңыздар болады. Алдын ала пісірілген блинчиктерімізді қалыпқа орналастырамыз. Неке көріп тұрғандарыңыздай жан жағына барлығын тегіс әдемі етіп орналастырамыз. Енді осы блинчиктің астыңғы бөлігіне дайындалған кремімізді жағамыз. Әдемілеп. Оның үстіне алдын ала кесіліп тұрған бананды барлығын орналастырамыз. Тағы да үстіне крем жағамыз. Одан кейін блинчикті үстін жауып орналастырамыз. Енді осы блинчиктің үстіне тағы да крем жағамыз. Тағы да кесілген банандарды орналастырып, осылай барлығын кезек-кезегімен жасап тұрамыз. Ең соңында бетін жауып, тәрелкемен жауып, холодильникке 1 сағатқа қоямыз салқын жерге. Мінекей, холодильниктен шықты. Блинный рулетіміз теп-тегіс әп-әдемі болып, көріп тұрғандарыңыздай. Енді алдын ала дайындап қойған кремімізді әсемдеу үшін үстіне әсемдеп шығамыз. Енді осы рулеттің үстіне сахарная пудра, не тающий сахарная пудра себеміз. Мінекей, әдемі рулетіміз дайын. Кесіп жеуге дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді. Қонаққа және үйге жақындарыңызға істеп берсеңіздер болады. Видео ұнаса, комментарий жазып, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанар.